Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Бүгінгі сабағымызды ғұлама ғалым Әл-Фарабидің қанатты сөзімен бастағым келіп тұр. Адамға ең бірінші білім емес, тәрбие берілуі керек. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы. Олай болса, адамгершілік, жомарттық, еңбекқорлық туралы қандай мақал-мәтелдерді білесіздер? Ендеше, мына мақал-мәтелдерді біліп жүрейік. Кішіпейілділік кішілік емес. Талапты ерге нұр жауар. Кең болсаң, кем болмайсың. Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен. Еңбек мұратқа жеткізер. Келесі тапсырма, бейне баянға назар аударайық. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге, ықыл аспен тоқылық. Осы өлең жолдарында адамды мектепке тартатын бір жылылық бар, иә? Иә, Ыбырай Алтынсариннің мына өлең жолдарын тыңдасаң, дәл қазіргі күн туралы айтып жатқан сияқты. Өнер білім бар жұрттар тастан сарай салғызды. Айшылық алыс жерлерден көзіңді ашып жұмғанша жылдам хабар алғызды. Аға, Ыбырай Алтынсарин қай кезде өмір сүрген? Ол 19 ғасырда өмір сүрген. Қазіргі Қостанай облысында дүниеге келген. Елек, Қостанай, Торғай, Ырғыз уездерінде алғаш рет 2 сыныптық қазақ мектептерін, Орскіде бастауыш мектептер үшін қазақ жастарынан оқытушылар даярлайтын мұғалімдер мектебін ашады. Ол кісі қазақ жастары арасынан экономика, ауыл шаруашылығы, қолөнер салаларына қажетті мамандар даярлайтын училищелер ашуға көп күш салған. Ол қазақ қыздары үшін Торғайда, Қостанайда, Ақтөбеде мектеп-интернат аштырған. Бүкіл өмірін ұстаздыққа арнаған. Балаларды оқу білімге шақырып, өлең, ертегі, әңгімелер жазған. Алғаш рет қазақ хрестоматиясы оқулығын құрастырған. Ол өнер білім туралы ғана жазған ба? Оның шығармаларының негізгі тақырыптары өнер, білім, адамгершілік, махаббат, достық, еңбек, мейірімділік, әдептілік, табиғат. Мен оның талаптың пайдасы, әке мен бала, шеше мен бала, аурудан аяған күштірек, әдеп, бай баласы мен жарлы баласы, бақша ағаштары, таза бұлақ, басқада. Ыбырай Алтынсарин әңгімелерінде қандай тәлім-тәрбие айтылды? Кестеге назар аударайық. Ұстамдылық, қайырымдылық, әділдік, еңбекшіл, достық, оқу, білім, өнер, мейірімділік, талаптық, төзімділік, кісілік, адамгершілік, шындық, адам бойындағы құндылықтар болып табылады. Адасқан әріптер ойын арқылы бүгінгі сабақ тақырыбын табамыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Ыбырай Алтынсарин атымтай жомарт әңгімесі. Сабақтың мақсаты әдеби шығармадағы екі нәрсені салыстыра суреттеу мен қарама-қарсы суреттеуді табу. Көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс-әрекет арқылы образын ашу. Кейіпкерлерді шынайы өмірмен салыстырып бағалаймыз. Кейіпкердің өмірдегі 6 ғасырда өмір сүргенін білеміз. Кейіпкерлерге мінездеме береміз. Кейіпкерлерді шынайы өмірмен салыстырып бағалаймыз. Енді әңгімені оқып танысайық. Атымтай жомарт өзі есепсіз бай бола тұрып, күн сайын бір мезгіл үстіне ескі құсқы киімін киіп, отын кесіп, шөп тасып, жұмыс қылады екен.
Бір күні өзінің жақын таныстары сұрады дейді. Жомарт, Құдай берген дәулетіңіз бар. Ашқа тамақ, жалаңашқа киім, үйсіздерге үй болдыңыз. Сөйте тұра, өз басыңызды кемшілікке салып, жете алмаған жарылша отын кесіп, шөп тасығаныңыздың мағынасы неде, деп. Сонда Атымтай Жомарт айтты дейді. Оның 4 түрлі себебі бар. Әуелгісі әдемі ат, асыл киім. Асқан дәулетті өне бойы әдет етсең, көңілге жел кіргізеді. Сол желіккен көңілмен өзімен терезесі төмен бишаралардан жиреніп, көз салмай, кем-кетікке жәрдем беруді ұмытармын деп қорқамын. Екіншісі, бар бола тұрып, мен жұмыс қылмасам, мұның кемшілік емес екенін біліп, кейінгілер әбірет алсын деймін. Үшіншісі, күн сайын өз бейнетімен тапқан бір-екі пұлға нан сатып алып жесем, бойыма сол тамақ болып тарайды. Еңбекпен табылған дәмнің тәттілігі, сіңімділігі болады екен. Төртіншісі, Құдай тағаламның берген дәулетін өзімсініп, тиісті орындарына жаратпай, көбісін өзім ішіп жеп, өзім тұтынсам, мал берген иесіне күнәлі болармын деп қорқамын, деді. Келесі тапсырма екі әңгіменің кейіпкерлерін салыстыру. Антон 19 ғасырда өмір сүрген. Тіленші, өз ойын жолаушының өсиетінен кейін қолға алады. Ортақ қасиет қайырымдылық, еңбекқорлық, өз ісіне сенімді. Атымтай 6 ғасырда өмір сүрген. Бала жасынан еңбекке құштар, өз ойы бар, бай кісі, әр нанын еңбекпен табады. Атымтайдың бейнесіндегі қасиеттерді айтайық. Еңбекқор, бай дәулетті, қайырымды, жомарт. Сабақты ББ кестесі бойынша қорытындылайық. Білемін, қайырымдылықты, еңбекқорлықты, көпшілдікті. Білгенім, Атымтай Жомарттың қарапайымдылығы. Білгім келеді, қазіргі кездегі жомарт жандарды. Үйге берілетін тапсырма жомарттық әлемді өзгертеді. Тақырыбында есе жазу. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.